Ағайын дегеніміз Тәңірдің бұйрығы. Оны сен таңдай алмайсың, тағдыр жолықтырады. Демек, ағайын сенің сынағың. Жаман болса төзесің, жақсы болса озасың. Сондықтан Алла тағала ағайынға қарайласуды, көмектесуді, оларды жақсылыққа шақыруды өз құлдарына тектен текке бұйрық еткен жоқ. Қасиетті Құранда Алла тағала Алладан қорқыңдар, туыстық байланысты үзуден сақтаныңдар. Күдіксіз Алла бәріңді бақылаушы деп бұйырады. Шапаның алтын болса да жағаменен жең керек, ұлың патша болса да ағайынмен ел керек. Босамай жұмыстан бәрін, жарасады жақыннан жұғысқандарың. Тіл көзден сақтасын сендерді Құдай, о менің бір туған жақын жандарым. Ей туысқандарым, шықпасын деп тілеймін уыстан бағың. Туысқандарым, маған бақыт сендермен тыныстағаным. Туысқандарым, ей жақын жандарым, мен сендерді жақсы көрем туысқандарым. Қуаныштан қалдырмай шақырған бәрін, із түскенде бірге боп ақ ұрғандарым. Әулетіңнің ақ туын биік ұстаған, жасай бер жан бауыр жақын жандарым. Ей туысқандарым, шықпасын деп тілеймін уыстан бағың. Туысқандарым, маған бақыт сендермен тыныстағаным. Туысқандарым, ей жақын жандарым, мен сендерді жақсы көрем туысқандарым. Туысқандарым, шықпасын деп тілеймін уыстан бағың. Туысқандарым, маған бақыт сендермен тыныстағаным. Туысқандарым, жақын жандарым, ей туысқандарым, шықпасын деп тілеймін уыстан бағың. Туысқандарым, маған бақыт сендермен тыныстағаным. Туысқандарым, ей жақын жандарым, мен сендерді жақсы көрем туысқандарым.